Сәлеметсіңдер ме, қымбатты балалар? Бүгін біз үлкен тарауды бастаймыз. Тараудың аты тұқым қуалаушылық және өзгергіштік заңдылықтары деп аталады. Осы тарау сияқты біздің бүгінгі өтетін тақырыптың да аты осы тарау сияқты тұқым қуалаушылық және өзгергіштік заңдылықтары деп аталады. Енді біз биология ғылымдарының бір саласына көңіл бөлейік. Сендер білесіңдер, биология ғылымының бір саласы бар, оның атын генетика деп атайды. Көп саласы бар, соның біреуінің аты генетика. Бұл ғылым. Ал ғылым болғандықтан бұның зерттеу объектісі болады. Ал сонда генетика нені зерттейді? Генетика екі түрлі нәрсені зерттейді. Бірінші, өзгергіштік. Екінші, тұқым қуалаушылық. Тұқым қуалаушылық. Енді осы екі ұғымға анықтама беріп алайық. Бірінші, тұқым қуалаушылық дегеніміз не? Тұқым қуалаушылық дегеніміз ол ағзаның ата-анасына ұқсау. Кез келген ағза ата-анасына ұқсайды. Осыны тұқым қуалаушылық дейді. Естеріңде болса, тұқым қуалаушылық қалай беріледі? Өткен сабақтарды есімізге түсірейікші. Тұқым қуалаушылық ДНК арқылы беріледі. ДНК дезоксирибонуклеин қышқылы тұқым қуалаушылық ақпаратты сақтайды, ұрпаққа береді. Сонда тұқым қуалаушылық ол ата-анаға ұқсау қабілеті. Ал өзгергіштік дегеніміз не? Өзгергіштік дегеніміз ол ата-анаға ұқсамайды. Ата-анадан ерекшеленетін қабілетті өзгергіштік деп айтады. Сендер жынысты көбеюді білесіңдер, жынысты көбейген кезде аталықтан сперматозоид, бұл аталық гамета, аналықтан жұмыртқа жасушасы, аналық гамета пайда болады. Сонда екі зиготада екі материал анасынан, әкесінен екі материал қосылады. Сол кезде жаңа ағза пайда болады. Өзгергіштік болды ма? Әрине болды. Ал енді жыныссыз көбеюдің вегетативті көбеюді есімізге түсірейік. Вегетативті көбею дегенді біреуін алып қарайық. Вегетативті көбею кезінде, мысалы үшін, бір өсімдіктің мен бөлімдерін, көшеттерін, немесе тамыр қалемшелерін алып отырғызған кезде бәрі бірдей болып өспейді. Неге? Біреуіне су. Бірінші тұрғанына су жақсы жетеді, келесі тұрғандарына су жетпей қалуы мүмкін. Немесе бірінші тұрғанына жарық көп түседі, ол ұзын болып өсіп, келесі тұрған өсімдіктерге жарықты жібермеуі мүмкін. Өзгерді ғой, ағза өзгерді. Бәрі бірдей болмайды. Міне, өзгергіштік дегеніміз ағзаның өзінің ата-анасынан ерекшеленуі, бөлек болуы, осыны өзгергіштік дейміз. Сонда генетика ғылымы екі түрлі нәрсені зерттейді. Өзгергіштікті зерттейді және тұқым қуалаушылықты зерттейді. Бүгін біз өтетін тақырыбымыз міне мынау өзгергіштік болады. Өзгергіштік дегеніміз бұл эволюцияда сұрыптау үшін материал береді. Өзгергіштіктің екі үлкен тобы болады. Біреуі тұқым қуалайтын өзгергіштік. Екіншісі тұқым қуаламайтын өзгергіштік. Сонда біз өзгергіштікті екі үлкен топқа бөлдік. Біреуі тұқым қуалайды, екінші тұқым қуаламайды. Тұқым қуалайтын өзгергіштікті тағы да екіге бөлеміз. Бірінші мутациялық өзгергіштік. Екіншісі үйлесімдік өзгергіштік. Мутациялық өзгергіштік бұл тұқым қуалайтын өзгергіштік. Мутациялық өзгергіштік мутагендердің әсерінен
өзгеретін өзгергіштік. Мутагендер мутацияны туғызады. Мутациялық өзгергіштіктің екінші аты генотиптік өзгергіштік. Ал үйлесімді өзгергіштіктің екінші аты комбинативті өзгергіштік. Ал енді тұқым қуаламайтын өзгергіштік дегеніміз не? Тұқым қуаламайтын өзгергіштік бұл модификациялық өзгергіштік. Енді бірінші тұқым қуаламайтын өзгергіштікке тоқталайық. Тұқым қуаламайтын өзгергіштікті сонымен біз қандай өзгергіштік деп атадық? Дұрыс, модификациялық өзгергіштік деп атадық. Бұл қалай пайда болады? Модификациялық өзгергіштіктің екінші аты фенотиптік өзгергіштік. Бұл кезде не болады? Бұл кезде ген өзгермейді. Хромосома өзгермейді. Бұл қалай пайда болады? Бұл сыртқы орта жағдайларына байланысты пайда болады. Мен бір қарапайым мысал келтірейін. Мен бір сиырды бір орында бақтым. Оны ешқайда шығарған жоқпын, жайылымға шығарған жоқпын. Ол сиырға жем бердім, су бердім. Ол сиырды әбден жақсылап күттім. Сиырдың қай жері өзгереді деп ойлайсыңдар? Дұрыс, оның массасы өзгереді. Ол семіреді ғой. Тағы да қай жері өзгереді деп ойлайсыңдар? Дұрыс, сүтті болады, иә? Ол сиырдың сүті молаяды. Сонда менің жем бергенім, су бергенім сыртқы орта. Ол сиырдың жүні өзгерді ме? Жоқ. Түсі өзгерді ме жүнінің? Жоқ. Терісіндегі бейнелер, немесе терісіндегі суреттер өзгерді ме? Жоқ. Міне, осыны модификациялық өзгергіштік деп атайды. Сонда сыртқы орта жағдайынан пайда болатын өзгергіштікті модификациялық өзгергіштік деп атайды. Оның басты қасиеті тұқым қуаламайды. Бірақ модификациялық өзгергіштік, балалар, бұл эволюцияда онша рөлі жоқ. Тіпті рөлі жоқ десе де болады. Бірақ оның бұл өте қажет қай кезде? Егерде орта жағдай күрт өзгерген кезде бейімділіктің артуына жағдай жасайды. Мысалы үшін, қышқыл жаңбыр. Қышқыл жаңбыр жауған кезде өсімдіктер өздерінің жапырақтарын тастайды. Міне, осы модификациялық өзгергіштік. Егерде ол жапырақтарын тастамаса, ол өсімдік тіршілігін жояр еді ғой. Жапырақтарын тастау арқылы ол қорғанып тұр, бейімделіп тұр. Міне, осы өзгергіштікті модификациялық өзгергіштік дейміз. Сонда ағзаның өмірін сақтап қалу үшін көп қажет ететін өзгергіштіктің түрін модификациялық деп атаймыз. Ендеше келесі тұқым қуалайтын өзгергіштікке барайық. Сонымен мутациялық өзгергіштіктер тұқым қуалайды, біріншіден, екіншіден генотип өзгереді, үшіншіден ДНК-ның құрылымы, оның нуклеотидтерінің орны өзгереді. Сол кезде осы хромосома өзгереді, осы кезде мутациялық өзгергіштік пайда болады. Ал енді үйлесімдік өзгергіштік дегеніміз бұл белгілердің жаңа үйлесім табуынан пайда болатын өзгергіштікті үйлесімді өзгергіштік деп атаймыз. Енді негізі мутациялық өзгергіштікке, егерде өзгергіштік болмаса, балар, эволюция болмайды. Бізде эволюцияның қозғаушы күші деген бар. Эволюцияның негізін салған ол ағылшынның ғұлама ғалымы Чарльз Дарвин екенін білесіңдер. Сол Чарльз Дарвин эволюцияның 3 түрлі қозғаушы күшін айтады. Бірінші қозғаушы күші ол не деп ойлайсыңдар? Табиғи сұрыпталу. Екінші қозғаушы күш тіршілік үшін күрес.
Үшінші қозғаушы күші, эволюцияның қозғаушы үшінші күші бұл тұқым қуалайтын өзгергіштік. Міне, мынау тұқым қуалайтын өзгергіштік. Сонда тұқым қуалайтын өзгергіштік бұл эволюцияда негізгі рөлді атқарады. Бірақ осы тұқым қуалайтын өзгергіштіктің нәтижесінде табиғи сұрыпталу соның нәтижесінде пайда болып тұр. Сонда тұқым қуалайтын өзгергіштік болмаса, эволюция жүрмейді. Ал эволюция дегеніміз не? Эволюция дегеніміз қарапайымнан күрделіге қарай даму. Немесе ол бейімділіктің артуы, біртіндеп даму, осыны біз эволюция дейміз. Сонда эволюцияның негізгі қозғаушы күштері осы үшеу: табиғи сұрыпталу, тіршілік үшін күрес және тұқым қуалайтын өзгергіштік. Сонда тұқым қуалайтын өзгергіштік болмаса, эволюция жүрмейді. Түрі өзгермейтін еді, эволюция жүрмейтін еді. Сондықтан біз тұқым қуалайтын өзгергіштік бұл эволюция үшін маңызы зор деп атаймыз. Чарльз Дарвин ең бірінші орынға эволюцияның қозғаушы күшінде бірінші орынға табиғи сұрыпталуды қояды. Енді мынандай мысал келтірейік. Мутацияның нәтижесінен бір ағзада бөлек түс пайда болды. Қалғандарында қалған өзінің сол бір үйірде қалған жануарлардың түсі басқада, біреуінде басқа түс пайда болды. Ол түс жауынан қорғауға қатты әсер етеді. Сол кезде ол түспен туылған ағзалар, олар ұрпағын көптеп жалғастырады. Біртіндеп қалған түске ие жануарлар, яғни соның туысқандары немесе ұяластары, олар біртіндеп бағанағы бірінші түсті жояды. Сөйтеді де өздеріне қажет, өздерінің өмірін сақтап қалатын түс пайда болады. Ол түс мутацияның нәтижесінде пайда болды. Ол түс тұқым қуалады. Міне эволюция осылай жүреді балалар. Енді біз айтамыз, негізі табиғи сұрыптау бұл эволюцияның бағыттаушы факторы, ең негізгі факторы. Сонымен өзгергіштікті зерттейтін ғылым ол генетика. Өзгергіштіктің екі түрі болады: тұқым қуалайтын, тұқым қуаламайтын түрі. Тұқым қуаламайтын түрі сыртқы орта жағдайынан пайда болады. Тұқым қуалайтын түрлерге бұл мутация және үйлесімдік өзгергіштіктер жатады. Мутация дегеніміз бұл ДНК-ның және хромосоманың өзгеру нәтижесінде пайда болады. Екінші аты генотиптік, үйлесімдік өзгергіштіктің екінші аты комбинативтік өзгергіштік. Сонда тұқым қуалайтын өзгергіштік эволюцияның негізгі қозғаушы күштерінің бірі. Міне балалар, бүгінгі сабақтың түйіні осы. Сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңдар.